Заманауи шаһар ортасындағы көне тарих. Бұл бекініс ерте орта ғасырларда қазіргі Шымкенттің атасы ежелгі Нуджикет қаласын қорғау мақсатында салынған. Оның аумағы 85 гектар болған екен. Ішінде тұрғын үйлер, әскери құрылыстар, әлеуметтік орындар мен ғибадатханалар болған. Алдарыңыздағы 14 метрлік оңтүстік қақпа Ташкент қаласына апарар жолда салынған. Мұндай қақпалар бірнешеу болған көрінеді. Қазіргі уақытта Сайрамнан келіп, Ұлы Жібек жолымен жүрген жолаушыларды қарсы алатындары қалпына келтірілген. Бүгінде қалашық аумағындағы нысандар қалпына келтіріліп, ежелгі шаһардың тарихын сақтайтын мұражайға айналған. Бұл 18-19 ғасырларда салынған әскери казармалар. Қалашықта табылған көне дәуір жәдігерлері дәл осы ғимаратта жиналған. Бұл мұражайдың ішінде тарихпен танысуға болады. Алдарыңызда Шымкент тұрғындарының мәдениетінің көрінісі. Келушілер экспозицияда көрсетілген дәуірді толықтай сезіну үшін Шығыс базарының диорамасы жасалған. Музей залдарында 1 мен 19 ғасырларға тиесілі қыштан жасалған ыдыс, құмыралар, түрлі жиһаз көруге болады. Бұл жерде қазіргі Шымкент аумағын алғашқы адамдар мекендегеннің дәлелдері бар. Оның ішінде біздің дәуірімізге дейінгі 2 ғасырға жататын қола ыдыс бар. Сонымен қатар бұл жерде 10-14 ғасырларда қолданылған су құбырларының макетін көруге болады. Олар халықты таза сумен қамтамасыз етіп, кәрі жүйесі ретінде қолданылған. Су мәселесін шешу мақсатында орта ғасырларда 8 қырлы хауыз салынған. Ол жаугершілік заманда ауыз су сақтауға және шаруашылықта қолданылған. Үшінші залда Зороастризм дәуірінің жәдігерлері сақталған. Қазба нәтижелері бойынша ежелгі Шымкент тұрғындарының бір қатары осы дінге жақын болған. Қамал бірінші кезекте тұрғындарды қорғау үшін салынған. Сондықтан мұнда бекіністер мен қару түрлері көп. Ол жәдігерлер қорғаныс қабырғасына жапсарлас салынған шығыс мұнарасында жинаулы. Тұрғындарды қорғау мақсатында мұнараның астында қорғаныс бөлмесі салынған. Сонымен қатар ғалымдар Испиджаб, яғни Сайрамға барар жер асты жолын тапты. Мұражайда азық-түлік қоймасының көрінісі бар. Мұндай қоймалар жау қаланы қоршап тұрғанда асты ұзақ сақтауға мүмкіндік берген. Мұражайдың сырты да тұнып тұрған тарих. Ежелгі шығыс қалалары бірдей заңдылыққа бағына отырып салынған. Ортасында цитадель бекінісі орналасса, қабырға сыртында қаланың Шахристан деп аталатын бөлігі салынған. Осы Шахристанның оңтүстік батыс бөлігі біздің заманымызға дейін сақталған. Алдарыңызда Қарахан кезеңіне жататын тұрғын үй кварталының қабырғалары. Шахристанды қорғаныс қабырғасы қоршап тұрған. Ал оның сыртында Раббат деп аталатын қала маңындағы кәсіпшілік аудандар орналасқан. Бұл мекеннің тарихы қола дәуірінің қоныстарынан заманауи мегаполиске дейін созылған. Алайда ол да әлі соң емес. Бұл дәуірде күндердің күні ұрпағымыз үшін тарих болып қалады.